Балқия Балтабайқызының «Жүрек тыныштығы» атты кітабының жалғасы. Бай адамның түп санасы қандай? Бірінші, ай мен жылды айтпағанда, алдағы күнне дейін жоспарлап, белгілі бір жоспармен жүреді. Мақсаты айқын, бағыты анық, яғни қайда бара жатқанын, не нәрсеге қол жеткізгісі келетінін өте жақсы біледі. Адам белгілі бір межені көздемесе, анық бір нәрсені көксемесе, өмірде орын табуы, бақытты болуы қиындай береді. Бақыт деген аңсаған дүниеңе қол жеткізу, не қажет екенін анық көре білу керек. Мида ап-анық бір көрініс, сурет, визуализация болуға тиіс. Мақсат неғұрлым анық болса, оған жету де соғұрлым жеңілдей бермек. Қалауыңыз нақты және анық, түсінікті, әрі айқын болса, оған жету жолындағы әр қадам нәтижелі болады. Байлыққа жететін адамның қалауы, арманы, мақсаты, жоспары анық болады. Соның бәрін қағазға жазып, миға тоқып алады. Ең бастысы, сол жағда аяқтан шалып, кедергі келтіретіндерге назар аудармайды. Ондайларға алдын уақытын қор қылмайды. Осындай ісі жүйелі адамдар мақсатына міндетті түрде жетеді. Қорыта айтқанда, түп санасындағы ойлау жүйесі бай болуға негізделген адам сыртқы ортаның пікіріне тәуелді болмайды. Ондай адам өзгелердің қиынсыз сынында, орынсыз ескертпесіне де, жөн жорықсыз ақыл кеңесіне мән бермейді. Өйткені ол өзіне не қажет екенін анық біледі. Соған жетпейінше алған бақытынан жаңылмайды. Екінші, кез келген мәселеде кінәліні емес, шешімін іздейді. Ол солай етпегенде бұлай болмас еді. Ана жағдай болмағанда мен мұндай күйге түспейтін едім деп, болары болып, бояуы сіңген нәрсені қазбалап, айта беру, өзін ақтап, өзгені кінәлау, түп санасында бай адамға жат нәрсе. Өткенді өзгерту ешкімнің қолынан келмейді. Болған жайтты айта беру, еске ала беру байлыққа бармайды. Үнемі тығырықтан жол тауып шығуға миыңызды үйретіп қойсаңыз, өзіңізге жеңіл болмақ. Ойды, мәселенің шешімін табуға бейімдеңіз. Бұрынғыдай ойламаңыз, жүйелі ойлаңыз. Сонда пайдасы жоқ жаман әдеттен арыласыз. Кез келген қиын жағдайда мен қазір кінәліні іздеп отырмын ба? Жоқ, шешімін ойлап отырмын ба деп сұрауды әдетке айналдырыңыз. Миға қорек беретін де, ережені бекітетін де өзіңіз ғанасыз. Ендеше миыңыз сізді басқармасын, сіз миыңызды басқарыңыз. Үшінші, баюды, материалдық жағдайын жақсартуды көздеген адам дамуды, ізденуді тоқтатпайды. Әр адам өзіне қандай ілім қажетін біліп, соған қарай талпынып оқуы керек. Қазір ақпараттың заманы, оқу бұрынғыдан гөрі жеңілдеді, әрі сапалы білім алу мүмкіндігі де көбейді. Төртінші, бай болғысы келген адам өзін жақсы көреді. Өзін жақсы көрген адам тәні мен жанының сұлулығына баса назар аударады. Денсаулығына немқұрайлы қарамайды. 12 мүшесіне өзіне аманат екенін жақсы түсінеді. Ондай адамдардың өзін бағалауы да жоғары болады. Ешкімге өзін кемсітуге, қорлауға жол бермейді. Өзіңді жақсы көру деген өзіңді қорғау, аялау деген сөз. Бесіншіден, ақша табудың түрлі жолын іздейді. Біреудің ақшасын санамайды, біреудің табысын қызғанбайды. Ауадан ақша жасап жатыр ғой деп өзгені сөз қылмайды. Керісінше бар назарын өзінің қарым-қабілетіне, мүмкіндігіне, еңбегіне бұрып ақша табуды көздейді. Басқа да шаруасы болмай өз жолын іздеу
бай адамдардың әдеті. Табысын арттыруға талпынады, қаржылық жағдайын жақсартуға бас қатырып, сол жолда әрекет етеді және ешкімнен ештеңе күтпейді. Біреуден бірдеңе дәмету, үмітті болу, сұрау, күту, өз пайданды ойлап тұру байлыққа апаратын әдеттер емес, керісінше кедейлікке сүйрейтін әдеттер. Адамдар неге бай, бақуатты адамдармен араласуға құмар келеді? Өйткені олардан бір пайда көздеп тұрады. Сіз де бай бола аласыз. Адамның артығы жоқ. Тек дұрыс ойлап, дұрыс табуды көздеңіз. Әркімнің жетістігіне қуануды біліңіз. Қызғаныш, көреалмаушылық, іштарлық сияқты жаман әдеттер мазаласа, онымен күресіңіз. Мен қиналсам, айналамда қиналу керек. Мен жылап жүргенде, олар неге мәз болуы керек? Менің жаным қиналса, олар неге бақытты деген қисынсыз сауалдарды мидан түбегейлі шығарып тастаңыз. 6. Бай болатын адамдарға тән тағы бір жақсы әдет кіріс пен шығынды міндетті түрде есептеу. Кәсіпкерлер мен бизнесмендердің көпшілігінің бір кемшілігі кіріс пен шығынның есептеуді, яғни есеп күнделігін жүргізуді білмейді. Бұл өте маңызды нәрсе. Тапқан табысты, оны жұмсауды есепке алып, бәрін біліп отыру қаржылық сауаттың бастамасы. Бұл табыскер адам ретінде сізді көп қателіктен сақтайды. Ақшаны санамаса, есебін түгендемесе, қайыры жоқ. Ақшаға анализ жасай алмаған адам қаржысын басқара алмайды. Орынсыз, қажетсіз дүниелерге артық шығын шығармау үшін, сәйкесінше пайдалы керек нәрсеге ақшаңыз жету үшін тапқан табысты бақылап, саралап отырған абзал. Бір сөзбен айтқанда, бай болғыңыз келсе, қаржылық сауатқа мән беріңіз. 7. Кірісінен шығыны аз адамдар әдетте тез байиды. Себебі белгілі, тапқан табысыңыздан жұмсайтын шығыңыз көп болса, қалай байымақсыз? Кейде болмағанда қайтесіз? Табысты көбейтіп, шығынды азайту байлыққа жетудің формуласы. Қаржылық еркіндікке қол жеткізіп, ақшадан таршылық көрмей өмір сүргісі келетін әр адам өзінің бейсаналы түрде жасап жүрген әдеттері мен әрекеттерін саралап, кедейлік ойлау жүйесінен арылып, өзін тәрбиелеп, байлыққа жетелейтін әдеттерді сіңіріп үйренгені жөн.